Менің атым Ережеп Өнері. Мен 4-ші Е сыныбында оқимын. Менің әкем Шерматов Нұрболсын. Анам Ухаджаева Зухра. Мен Шымкент қаласының Дмитрий Иванович Менделеев атындағы 15-ші мектепте оқимын. Құрметті достар, енді мен сіздерге орыс халқының қызықты бауырсақ ертегісін айтып беремін. Баяғы заманда әже мен ата тұрыпты. Ата айтады: "Маған бауырсақ пісіріп берші" дейді. Әже: "Жарайды, пісіріп беремін" дейді. Сөйтіп, әже пісіріп болған кейін суышын терезенің алдына қойып қояды. Сөйтіп бауырсақ көзін ашады и домалап кетеді орманға. Орманда домалап жатқан кезде ол қоянды көреді. Қоян айтады: "Мен сені жеп қоямын". Бауырсақ дейді. Бауырсақ: "Жемеші мені, мен саған өлең айтып беремін" дейді. Сөйтіп бауырсақ өлең айтады: "Мен әжемнен қаштым, мен атамнан қаштым, енді сенен қашам" деп қашып кетеді. Сөйтіп ол домалап жатқан кезде қасқырды көреді. Қасқыр айтады: "Мен сені жеп қоямын" дейді. Бауырсақ: "Жемеші мен саған өлең айтып беремін" дейді. "Мен әжемнен қаштым, мен атамнан қаштым, мен қояннан қаштым, енді сенен қашып кетемін" деп қашады. Сөйтіп ол аюды көреді. Аю айтады: "Мен сені жеймін" дейді бауырсақ. Бауырсақ айтады: "Жемеші мен саған өлең айтып беремін. Мен әжемнен қаштым, мен атамнан қаштым, мен қояннан қаштым, мен қасқырдан қаштым" деп қашып кетеді аюдан. Сөйтіп аю ешкене түсінбей қалады. Сөйтіп ол домалап жатқан кезде түлкіні көреді. Түлкіге айтады. Түлкі айтады: "Мен сені жеймін" дейді. Бауырсақ айтады: "Жемеші мен саған өлең айтып беремін" дейді. "Мен әжемнен қаштым, мен атамнан қаштым, мен қояннан қаштым, мен қасқырдан қаштым, мен аюдан қаштым" дейді. Сөйтіп домалап кетейін деп жатқанда түлкіден түлкі айтады: "Мен естімей қалдым, мен тұмсығыма тұрып айтшы" дейді. Сөйтіп бауырсақ тұмсығына тұрады, айтады: "Мен әжемнен қаштым, мен атамнан қаштым, мен қояннан қаштым, мен аюдан қаштым, мен енді сенен қашып кетейін" деп жатқанда, секіріп қашайын деп жатқан кезде түлкі оны жеп қояды. Осымен қызықты ертегі аяқталады. Зейін қойып тыңдағаныңызға рахмет.